аянбай еңбектеніп, сапалы білім алу, саналы ұрпақ болу. Зейнол Нұрпейісов атындағы өнер мектебіндегі менің жеткен жетістіктерім. Композитор Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған «Біз отанның ұланымыз» республикалық байқауының жеңімпазы, гран-при номинациясы иегерімін. Мен өмірді жырлау үшін келгенмін атты республикалық балалар мен жастар шығармашылық байқауы аспапта оның номинациясы бойынша 2-ші орын иелендім. Зейнол Нұрпейісов атындағы балалар өнер мектебіне 60 жыл толуына орай өткізілген Қазақ СССР-ның халық ағартушының озық қызметкері домбырашы Шәріп Ниязғалиев атындағы аудандық жас орындаушылар байқауында кіші топ бойынша 2-ші орын алдым. Самұрық Алматы білім беру орталығына ұйымдастырылған 2-ші дәрежелі диплом. Республикалық арайлы алтын көз атты байқауға қатысып 2-ші орын иелендім. Жас музыканттар мектептік фестиваль байқауы домбыра номинациясы бойынша 1-ші орын алдым. Жас музыканттар мектептік фестиваль байқауына шведтер номинациясы бойынша 2-ші орын иелендім. Бауыржан Медалиев атындағы жалпы орта мектебіндегі жеткен жетістіктерім. Бастау республикалық математикалық турниріне қатысып 2-ші орын иелендім. Нұр-Сұлтан қаласы жаңа білім кәсіби білім беру тұлғалық даму орталығының республикалық математикалық тапсырмалы байқауына қатысып жүлделі 1-ші орын иелендім. Республикалық ақбота зияткерлік математикалық олимпиада 2-ші орын иелендім. Аудандық ғылыми жоба биология бағыты бойынша 1-ші орын 2023-2024 оқу жылы. Аудандық ғылыми жоба психология бағыты бойынша 1-ші орын 2024-2025 оқу жылы. Мектепшілік математика пәні бойынша олимпиада 1-ші орын аудандық кезеңді жолдама 2024-2025 оқу жылы. Тәрбие шараларға қатысуым. Аудандық кітапхана жанынан құралған ертегілер әлемі үйірмесінің мүшесі. Бауыржан Медалиев атындағы жалпы орта мектеп кітапханасында өткізген қыста кітап оқимын, жадымызға тоқимыз шараға қатысып 6 хат иелендім. Мектепшілік тәрбие шараларына қатысып белсенділік танытып 6 хат иелендім. Мектепшілік алтын тіл байқауына қатысып бас жүлде жеңімпазы атандым. Мектепшілік шыршаларға белсенділік танытып 6 хат иелендім. Аудандық балалар қорғау күніне арналған шара жүргізушісі болдым. Аудандық бала дауысы 2025 шарасының жүргізушісі болдым. Республикалық дарынды оқушылар арналған Қазақстан жарық жұлдыздары балалар топтамасына қабілеттілігіммен, дарындылығыммен, алғырлығыммен ерекшеленіп, ең үздік оқушылар қатарына енгенім үшін марапатталдым.